Шықаң, майдандағыларға аз да болса көмек болсын деп, тары өнімін көбейтеміз деп жоғарыдағыларға уәде берді. Майдандағыларға көмек болсын деп. Ол өзінің балаларын әскерге жібермес үшін айтып жатыр. Таңда Оянқонға кетті деп естідім. Айтпады демеңдер. Біздің балаларымызды әскерге жөнелтіп, өзінің ұлдарын елді алып қалмақшы. Жәке, шай іш. Қазір Шықаң келсін, сөйлесерміз. Жараспай. Елді бүлдіретін пиғылың тоқтатты. Мынандай қилы кезеңде біз білетін Шығанақ ондай әрекетке бармайды. Ондай әрекетке бар енді. Мен қайтып келгенде, мына жерде дұрыс әңгіме айтылатын болсын. Сонда мынау, менің айтып отырғанымды дұрыс емес деп тұр ма? Немене сонда менен басқа ешкімнің балаларына жаны ашымай ма? Итеке шетте күшігіне қамқорлық жасамай ма? Ассалаумағалейкум. Оғалейкум ассалам. О, Жарасбай, амамсыңдар? Шүкір, жақсы. Шыға, біздің ауылдан аттанған балдардың барлығы кетті ме? Бір баланы алып қалдым. Ана Оянком тізімде қанша адам болса, соның барлығын түгел аттандыруға тиіспіз. Бір адам да қалмайды. Бұл бұйрық деді. Бірақ біраз дауға барып, әйтеуір бір баланы алып қалдым. Бір ғана бала ма? Иә, жаңа туған ұлы. Нұрсейіт қой. Ол өзі атадан жалғыз ғой. Тұқым өссін, сауап болсын дедім. Ал бұйрықшы? Түзел! Тік тұр! Толық аты жөндерің. Төлеуов Едіге Сарманұлы. Дауыстап, анық. Әбілғазиев Шора Берлесұлы. Берсиев Махмұд Шығанақұлы.